Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздерге каналымда газеттен бұйымдар тоқуды бұрыннан көрсетіп жүрген болатынмын. Сода тағы да көрсетудің сәті түсті. Мына жерде мына біздің себетіміздің астыңғы бөлігі екі кардонды қосқан кезде арасы мінекей көріп тұрсыздар, көрініп тұр. Осы кардонның арасы көрінбес үшін оны біз бүтеуіміз керек болады. Мінекей мынандай қылып соны бүтеудің қазір мен сіздерге жолын көрсетіп жіберемін. Әуелі мынандай газеттеріміз көрініп тұр, иә. Газеттеріміздің барлығын жапсырып алдық. Содан кейін мына жерін былай алып, мінекей бүйтіп екі газетті түтікшемізді өткізіп, мінекей қараңыздар. Мінекей сонда мына жері бітеледі. Қазір тағы көрсетіп жіберейін. Екеуін айқастырып өткіземіз. Мінекей. Сонда біздің астыңғы екі кардонды қосқан, клеймен қосқан жеріміз көрінбей шығады. Себетіміз әдемі шығады. Мына себетіміздің әзірге тоқып жатқанымыз тек қана астыңғы бөлігі. Қабырғаларындағы түтікшелерді манағы былай бүйтіп көтерместен бұрын себетіміз жастардың астын міндетті түрде осылай тоқып алуымыз керек. Сонда сіздердің себеттеріңіз осындай әдемі болып, мынандай міне көрінбей өте жақсы шығады. Содан кейін барлығын үстіп түгел айналдырып шығамыз. Мінекей. Так, мінекей кішкене қысамыз тағып, мінекей көрдіңіз бе? Сонда біздің себетіміз өте әдемі болып шығады. Енді осы жерде тағы да арғай трубкаларды газеттен жасаған қалай арғай жалғаймыз, тағы бір көрсетіп жіберейін. Өткен видеоларымда бар. Бұны яғни қалтық газеттерден осылай жасаймыз. Басы кірілмей жатса кішкене бүктеп жібереміз. Жуандау жағын тығамыз. Мінекей. Құттай тағы да бүктеп жібереміз. Жуандау жағын салдық. Содан кейін мінекей әкеліп осылай байлап жібереміз. Мінекей байланды. Осылай үзбей айналдыра береміз. Так, мына жеріміз шығып кетті. Қазір қайтадан жерін қосып жіберуімізге болады. Жалпы несі бағыты осындай өйстіп көрсетеміз. Енді қазір кішкене түгел айналдырып болғаннан кейін қабырғасын қалай көтереміз, сіздерге келесі видеода көрсететін боламын. Рахмет.